Я, мен кәріске тұрмысқа шыққаныма өкінемін. Қазақстанға, өз еліме қайттым. Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бір Корея тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге шай ішіп, кофе ішіп отырып, дастархан басында әңгіме айтуды жөн көрдім. Негізінде ең алғаш кәріске тұрмысқа шыққан кезінде жаңалықтардан, газеттерде ойбай кәріске тұрмысқа шығыпты деп түрлі боғауыз сөздер мен қарғыс сөздер жазылғаны рас. Ол кезде мен ешқандай YouTube ашқан емеспін. Қарапайым адамның ішінде де ең қарапайым адам болғанмын. Әсіресе боғауыз қарғыс сөздер маған ғана емес, отбасыма дейін жазылып жатқан кезде өмірден түңіліп кеткен кезім болған, оны мен мойындаймын. Көп емес, ара-арасында кейде менің бейнежазбаларымда, комментарийда Құлпынай, сенің жүзіңде бір өкініш, мұң бар сияқты, кәріске тұрмысқа шыққанға өкінетін сияқтысың деген сияқты комментарийларды оқып қаламын. Дәл солай комментарий жазып жатқан жандардың ішінде менен дәл осы жауапты күтетіндеріңіз белгілі. Ол әрине, я, мен кәріске тұрмысқа шыққаныма өкінемін. Қазақстанға, өз еліме қайтқым келеді. Өз жерімде бақытты өмір сүргім келеді. Кәріске тұрмысқа шықпай, қазақ жігітіне тұрмысқа шығып, қазақ отбасында бақытты өмір сүргенге не жетсін? Кореяда өмір сүріп жатырғанда шетел азаматы ретінде мені кәрістер менсінбейді. Кәрістерге қарағанда табысты да аз табамын. Сондықтан өз еліме барып тұрмысқа шығып, бақытты өмір сүргім келеді. Осында келгеніме өкінемін деген жауапты естігілеріңіз келетінін білемін. Бірақ өкінішке орай, Аллаға шүкір деп айтамын, мен бұл жақта бақытты өмір сүріп жатырмын. Керісінше, Кореяда өмір сүру арқылы айналамдағы адамдардың арасында барынша абыройлы болып, кәрістерге барынша сыпайы, сыйлы болып жүргенімді мойындаймын. Әрине, онлайн болсын, офлайн болсын, кездескен әрбір жандар Құлпынай деп мені сыйлап жүргендері барлығы сіздердің арқаларыңызда деп айтқым келеді. Яғни, Кореяда жүріп, мен бақытсызбын деп айта алмаймын. Мен жалпы ең алғаш кәріске қалай тұрмысқа шықтым, жолдасыммен қалай таныстым, қазір бұл жақта қалай өмір сүріп жатырмын, барлық менің оқиғаларымның барлығы ютубта бейнежазбаларда және инстаграмда пост және бейнежазбалардың барлығында салып қойғанмын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Одан кейін барлықтарыңызды қызықтыратын әрине менің кәріс жолдасым. Негізінде көбілеріңіз айтасыздар ғой, кәріс жолдас жігітке тиме, қазақ жігітіне тұрмысқа шығып, бір үйдің отбасын бақытты қылып отыратын келінсің ғой деген сияқты пікірлерді әрине оқып қаламын. Бірақ менің ойымша, ол ұлтта емес айырмашылық, ол адамның жеке өзінде деп айтамын. Әрине мен қазақтың жігіттеріне тұрмысқа шыға алмаймын. Қазақтың жігіттері ондай, мұндай, сондықтан кәріс жігітін таңдадым дегенді айтқан емеспін. Әр адам ұлтта емес, адамда айырмашылық деп айтам. Қазақтың жігіттерінде де сымбатты, білімді, білікті, отбасын асырап отырған абыройлы жігіттер жетерлік. Бірақ пешенеме жазылған тағдыр кәріс жігіті менің тағдырым екен. Сондықтан ол жеке ұлтта емес, адамда айырмашылық деп айтқым келеді. Қай жерде өмір сүрсең де, қай елде, қай мемлекетте өмір сүрсең де, тек қана қасыңдағы адаммен бақытты өмір сүрсең болды, одан артық еш нәрсе жоқ деген ол менің жеке ойым. Және де бір айта кететін болсам, менің ата-енем болсын, жолдасым болсын, менің дәл осылай жұмыс жасап жүргеніме, немесе дәл осылай менің өмір сүріп жатқаныма ешқандай қарсылықтары жоқ. Керісінше барынша қолдап, қорғап, көмектері болса, көмектесуге тырысады. Және де менің отбасым Қазақстанда төркінім, Қазақстанда алыста болғандықтан барынша сағынатынды біліп, осы қызымыз, осы келініміз жалғызсырамасын деп барынша қасынан табылуға тырысады. Алғашқы жылдары, осында ең алғаш келген кезде, жолдасым жұмыста кездері 1-2 жылдай шынды айтайыншы, кәдімгідей жалғыздықты сезініп, жалғызсырап сондай болғандығымын. Ал қазір болатын болса, әрине думанды өсіріп жатырмыз, отбасымызда думан бар, түрлі салада жұмыс жасап жатқандықтан, олай жалғызсырау, мені жалғызсырап жүрмін, менің ішім пысып жүрмін, мен сағынып жүрмін деп айтуға шыны керек, уақытта жоқ. Әрине, мен Кореяда әртүрлі салада барынша жұмыс жасауға тырысамын, жұмыс жасап та жүрмін. Сол салалардың ішінде Қазақстанды таныстыратын кәрістерге, мектептегі, садиктегі балалардан бастап, үлкен ата-әжелерге шейін
кәрістерге барып, мектепте сахналарға шығып, Қазақстанды таныстыратын мәдениет орталықтарының сабақтары беремін. Және де басқа салада қандай жұмыс шығып тұрса да, осы салада сабақ келетін болса, барлығын жинастырып қойып, осы салаға шығуға тырысамын. Яғни Қазақстанды танымайтын жандар мен арқылы Қазақстанды таниды ғой. Сондықтан мен өзім елді қалай көрсетемін, солай елді Қазақстанды танитындықтан барынша Қазақстанның мәдениетін жақсы жағынан таныстыру үшін барымды салып, атсалысып жүрмін деп айта аламын. Жеке өзімнің өмірімді ғана жоғары көрсету емес, Қазақстан мемлекетін кәрістерге жақсы жағынан көрсету үшін шыны керек болашақта да көбірек мен бар еңбегімді жұмсай аламын деп өзіме сенімді түрде айта аламын. Дәл қазір маған жағымсыз комментарий жазатын жандардың ішінде сіздердің осылай жазуларыңыздың себебі әрине ол Қазақстанды жақсы көргендіктеріңізден, Қазақстанды сыйлағандықтарыңыздан, дәл осындай бір қазақтың қызы шетелге кетіп қалып қимағандықтарыңыздан жазып жатқандарыңызды жақсы түсінемін. Дәл сіздер сияқты мен де Қазақстанды қатты жақсы көремін. Мен Қазақстан азаматы екеніммен өзімді мақтаныш тұтып, кез келген жерге, кез келген адаммен кездессем де, мен Қазақстан азаматы екенімді өзім мақтаныш тұтып айтып жүре аламын. Менің дәл осындай ниетімді білген жолдасым, сен Кореяға келдің ғой, осындай өмір сүріп жатсың ғой, азаматтығыңды ауыстырып ал деген сияқты әңгімені маған мүлде айтпайды. Егер мысалы жаңа қайталап жатырмын ғой, Кореяда 10 жыл өмір сүріп, мен осы уақыттың ішінде талай сертификат, дипломдарды алып алып, тіпті Кореяда өз бизнесімді жасап отырған адаммын ғой. Егер азаматтық ауыстырам десем, ала алатын нәрсе. Бірақ мен болашақта да азаматтығымды ауыстырмай, Қазақстан азаматы болып қаламын деген ойдамын. Қазақстанда өмір сүріңіз мейлі, Кореяда өмір сүріңіз. Ақшаңыз көп болсын, ақшаңыз аз болсын, өмірде жолыңыз болғыш адам болсын, басқа болсын, барлығы ол ұлтқа байланысты деп айта алмаймын. Барлығы тікелей біздің жеке өзімізге, біздің жеке еңбек етуімізге, сол еңбегіміздің нәтижесіне байланысты деп айта аламын. Және де мен тағы да айтқым келеді, Қазақстанды танымайтын кәрістер Қазақстанды мен арқылы, немесе осында жүрген қазақтар арқылы таниды. Сондықтан біз өзімізді қалай көрсетеміз, кәрістер біздің елді солай бақылайды. Сол үшін басқасын мен айта алмайын, басқалар үшін жауап бере алмайын, бірақ өз басым барынша менің ортам Қазақстанды жақсы көреді, сыйлайды. Қазақстанды барғысы келетін жандар өте көп екенін жеткізе аламын. Және де қай елде, мейлі Кореяда өмір сүріп жатырмын ғой, мен болашақта да осында өмір сүретіндіктен барынша әрбір күнімді, әрбір сағатымды нәтижелі және де жақсы жағынан өткіземін деп ойлаймын. Және осында жүріп тұрып жатқанымда барынша еңбек етіп өмір сүремін деп ойлаймын. Және де дәл қазір мені экранның арғы жағынан көріп отырған әрбір жан, сіздердің де әрбір күндеріңіз есте қалатындай, өкінбейтіндей, бақытты өмір сүретіндей күндеріңіз болса екен деймін. Бір нәрсені айтуды ұмытып кетіппін ғой, қорытындылайтын болсам, кәріске тұрмысқа шыққаныма өкінбеймін, Аллаға шүкір бақыттымын. Сау болыңыздар.